Поехали. Да, бастайық. Че, как настроение? Нормально? После нового года. Алғашқы подкаст па сен қатысып отқан, әлде бұның алдында сондай бір опыт болып еді? Подкастпен там отырып әңгіме айтып, ютубқа шығып звезда болып. Жоқ, онда бірақ интервью көп болды. Бірақ подкаст ондай неткен жоқ. Ничего, бүгін бірінші опыт. Бастаймыз. Бүгін екінші маусым. Екінші маусымның алғашқы қонағы біздің желаяқтардың арасында, марафоншылардың арасында аты тарих аңызға айналып жүрген Данияр Орманғали. Қазақша подкаст болмақ. Данияр, қош келдің. Сонымен айта кететін жаңалық, жалпы біздің екінші маусым подкасты спонсорлық етіп жатқан Копа дүкеніне алғыс білдіреміз. Сонымен бастаймыз. Не, подожди. Еще заходите, смотрите наш предыдущий тройной новогодний спешл выпуск. Ютубқа кіріп қараңыз. Өте күшті, 2,5 сағат. Өте көп информация бар ішінде. Өте қызықты болады. Адил айтып жатқан подкаст, ол Public Talk Space Eventпен жасалынған, дұрыс па? Сондықтан да кіріп қараңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер. Ал енді екінші эпизод кеттік, бастадық па? Таяқ жерге тас салдық. Данияр, қалай жағдай? Жақсы. Керемет. Алматы қаласына келіп қапсыңдар, қазір Алматыда сбор болып жатыр ма сендерде? Қазір 22-сінен басталды, 23-нен басталды сбор. 3-не дейін бер соға шақтымыз. Алматыда сбордамыз. Сборға қалай өтіп отырсыз? Жақсы, керемет. Жоқ, кесесін сұрап отырмын. Кесесі? Мысалы, бір күнде 2 тренировка, 3 тренировка ма? Бізде демалшық, күнде 2 уақыт тренировка. Таңертең, кешкі. Күн ортасында қалай демаласыңдар, қалай не аласыңдар? Массаж па? Арасында. Баня? Арасында енді ыңғайына қарай, жаңа үлкен кросстан кейін, длительный кросстан кейін жаңа нелер болып тұрады. Баня или массаж. Қалай ыңғай келеді, солай. Осы сборда примерно объем қанша шығады? Енді мен марафонның алдында 780 айына, сондай 810 сондай объеммен бардым. Енді қазір осы айларда объем кішкене түседі, өйткені қазір жай жұмыстар болып жатыр ғой. Сонда аптасына ол примерно 180 километр. 180-200 дейін. 200, кейде 204 шықты, сондай бар. Біраз екен. Күніне бір полумарафон дейсің ғой, жартылай марафон. Керемет. Негізі осы сборлар деп атады, осы Текеліге барады, Қырғызстанға, Бөстереге барады, Алматыға жерде сбор жасауға болады негізі. Енді жалпы біз енді Жетісу командасы, Жетісу облысы негізі Алматыда осы февральда ғана боламыз. Февраль, январь жарысқа 1-2 апта сондай қалған кезде. Бірақ основной біз күзде, көктемде неде боламыз? Текелі қаласында боламыз. Неде жылына 4 рет, 3 рет Қырғызстанда. Осы жерде бір кішкентай жарнама жасап, осы жерге айтып жіберші, кішкене ішке кіріп, қандай жер, қандай орын бар, стадиондар бар ма екен? Бізде барлығына Қырғызстанды біліп ғой, Бостери, анау, бірақ өзіміздің Қазақстандағы Текеліні ешкім біле бермейді. Сол жер. Негізі Текеліге шыны керек, жаңағы марафоншылардан ешкім жаттықпайды ол жерде Текеліде. Бірақ енді Текелі сол анау біздің бастапқы бізден бұрын жүгірген ағаларымыз да сол жерде дайындалған, сол Текелі қаласында. Талдықорғаннан ары қарай бір 35 шақырым. Шамасы. Высотасы енді теңіз деңгейінен стадионның өзі 1100 метрде орналасқан, ары қарай кете береді 1600-ге дейін патрасы ары қарай. Енді природасы керемет, жаңа табиғаты, жазы салқын, вообще енді нелерге, марафоншыларға дайындауға керемет жер. Тау десе тау бар, 2000 метрге дейін шығаруға болады высотаны. Сол жалпы жақсы, стадионы бар, дорожкасы жұмсақ. Енді үлкен ғашықтық жүгіретіндерге керемет не ғой, жер ғой дайындауға. Дорожка деп айтып кеттің, ол жақта грунт па немесе резина бар ма? Жоқ, резина. Беговой дорожка. 4 па? 4 дорожка бар ғой деймін. Несі
4 рет бұрау. Енді осы реклама жарнама жайында айтып жатырмыз ғой, негізі да осы бөстереге баратын адамдар сразу ана бюджетін распределять етіп жатады ғой, біліп жатады, бөстереге барсам осыншама кетірем деп. Енді текелін сол ақша жағынан айтып жүрсек, осы тұрмысы бір жұмаға осылай болады, тамағы осылай болады деп. Өйткені текеліні былай салыстырмалы түрде бөстереден арзан болып шығады ғой, дұрыс па? Иә, енді біз бюджет жағына біз араласпаймыз. Сендерде менеджер бар ма? Иә, бізге жаңа облыс өзін бөлінеді, соның тренерлардың жұмысына біз енді араласпаймыз. Ол жағын енді шет жағасын білем, 2 жыл бұрын естіген кезде күндігіне жаңағы 3 уақыт проживание, питание ішіне кіреді. 7-6 жарым деді ғой. Сондай ғой деймін, шамамен. Енді қазір бір 8-9 мың болған жер. Жарайды, енді 10 қатты мың қымбаттап болсын. кетті. Жарайды, 10 мың болса да вообще арзан ғой. Жақсы, негізі керемет. Енді қолайлы. Ол жерде нелер көп, гостиницалар көп. Енді велоспорт, штангистер, барлық вид спорталар сол жерге сбор істейді. Негізі енді Қазақстан, Швейцария деп сол текелі дейді ғой негізі. Текелі жақсы. Жер жаннат саял деген сияқты ма? Қалай оны іздеп табуға болады? Мысалы интернеттен ба, или мысалы біреу барғысы келсе, кімге хабар беру керек, кімге айналысу керек? Енді негізі Хотя бы примерно. Негізі сол қазір картада тугисті бәрі соның ішінде звандай бар ма? салып, Ну все. Онда адамдар табылады. Негізі бізге де шықсаңыздар болады. Біз береміз. Енді Даниярға жазып жіберіңіз. Иә, сбор істегілеріңіз келсе енді қай жерде орын бар, қай жерде. Сол үшін ғой, заранее звондап, ертерек кішкене, бірақ ертерек кішкене нетеді ғой деймін сол. Енді ол жағын енді жаттықтырушылар біледі. Ертерек орын алып. Сол. Енді жалпы аудиторияның көбісі біледі, көбісі білмейді, бірақ жеке өмірің жайлы таныса кетейік сенімен. Қай жылғысың, жалпы осы легкий атлетикаға, жеңіл атлетикаға қай жастан бастап келдің, қалай келдің, не түрткі болды оған, сол жағынан әңгімені өрбітейік ары қарай. Мен 2000 жылы 26 қыркүйекте Жетісу облысы өзіміздің Сарқан ауданында дүниеге келдім. Қазір жасым 23-те, берсе 24-ке аяқ бастық, берсе келе жатырық. Жеңіл атлетикамен айналысқаныма, мен 16 жасымнан бастадым. Кішкене 10-шы сыныпта түстім спорт мектебіне, Талдықорған қаласына. Қазір спорт интернат ол Жақсылық Үшкемпіров атамыздың атына қойылды, ауыстырылды былтыр. Сол жерді бітіріп, сол жерде жаттығып, оқып, тамағын ішіп, сол жердің түлегі болып шықтық ары қарай. Туысқандардың ішінде жанұяда үлгі болатындай бір адам бар ма еді? Бұрын сондаймен айналысқан, әлде өзің бет бұрдың ба соған? Енді жалпы әкем бізде спортқа өте жақын. Жаңа барлық спорт жағынан футбол десе футболға кетіп қалады. Сондай спорттың любителі ғой, барлық жан жақты. Енді біздің енді қанымызда да бар, енді аталарым барлығы негізі, әкемнің аталарының барлығы спортсмен болған, барлығы спорт шебері атағын алған. Неден? Енді барлығы, бірақ ол заманда только күрес қана болған ғой деп, сол күрестен ғана барлығы енді спорт. Жалпы қанымызда бар, әкем негізі өзі айтып отыратын, жақсы күнді жақсы жүгіргем деп. Содан әкемізге қарап кішкене әкеміздің поддержкасы де андай қолдау бөлек та, андай балам көрсеш, жүгіріп көрсеш деп басында сөйтіп дайындалып көр, бағыңды сынап көр деп. Бірінші аудандық жарыстардан ғой өзі шығатын жер. Сон бірінші округте жарыс болды. Сон ол кезде 9 оқимын ғой енді. Сон 9 оқимын, балам давай 2 апта қапты. Сразу соревнование қатыстың ба? Иә, 2 апта қапты. Қандай қашықтықта? Бірінші ол жерде шамамен 4-5 километр, 4,5 болады шығар, сондай болды. Сол өзіміздің Алмалы деген округ бар. Жаңа сол жерде барып бір 4,5 шамамен сондай болды. Қатыстық. Ол кезде енді дайындалмай бірінші келдім. Содан дайындалмай бірінші келіп
сонымен ары қарай уже мотивация ашылып кішкене жүгіру болады екен ғой оказывается деп. иә болады екен ғой деп. Енді спортта енді басында спортқа келмей тұрып енді неше түрлі қызықты жағдайлар болды, қандай кроссовка кию керегін де білмейміз. Соң басынан сарыканың кеда бар ғой, қара кет футбол ойнап жүрген, соны кие салып шыға салдық. Соны енді аяқ киім жағынан енді біздің әкемде де енді несі жоқ анандай, олар да білмейді да. Соны осы жеңіл болады, осы қара кетамен жүгіре бер деп. Сонымен шығып бірінші келдік. О, примерно шиповка сияқты болған ғой, примерно. Асфальтқа жатады деп қойды еще. Сонымен жүгіріп шықтық. Соны ары қарай уже желание ашылды. Қызығушылық пайда болып, сонымен давай 2 аптадан кейін жаңа Қапал деген ауыл бар, Талдықорған аржанда. Сол жерде жарыс болады, 10 шақырым. Давай қатысып көрсеші соған. Сразу екінші соревнование 10 шақырым. Иә, біріншісі бітті, сосын ертеңді апарып қатыстырды, ол жерден бірінші орын алдым. Сосын екінші, давай 2 апта бар әлі. Ол бір майдың 26-сы ма, 27-сі болды. Сосын сол жерге дайындалып 2 апта. Сосын қандай кроссовка кию керегін білмейсің, әйтеуір жүгірдік. Тура сол шиповкамен шықтың ба? Жоқ, ол кезде қызық болды кішкене. Анау аяқты біріншісінде ауыртып жіберді ғой кеді. Болмайтын сияқты да қойым, кішкене түсінген сияқты болды. Кішкене жұмсаған аламыз ғой, соны жұмсаған сатып алдық. Сон Қапалға енді 2 апта только кросс қана жүгіріп, сон ол жерге Қазақстан чемпиондары келді, бір бала Қазақстан чемпионы. Өзіміздің сол спорт мектебінің түлегі. Тоже қасына жүгіретін, тағы бір спортшы бала болды жүгіретін. Ол келді, сол 2 бала. Уже біраз конкуренция бар. Кішкене конкуренция бар, Талдықорғаннан келді, жан жақтан келіпті. Сен де ана жерде тоже чемпионсың ғой, бір жақтан келіп отырсың. Иә, ауылдың чемпионы, ауылдікі. Енді сол. Сонымен барып қатыстық. Сонымен ол жерде де сол чемпион, Қазақстанның чемпионымын деп сөйтіп таныстырып атты, бай-бай көрдім. Сон жүгірдік, ол жерде де бірінші келдім, отып кеттім. Соны анау таң қалып, ана бала сен давай. Есінде жоқ па уақыт? Ол кезде сағат, ол кезде білмейсің. Жоқ, вообще примерно айтқан жоқ па саған? Примерно 34 минут деді ма, сондай деді ғой, 9-шы класстаға. Сол кезде. Күшті екен. Ана сол өзіміздің ағаларымыз ғой, спорт мектебін бітірген. Сон давай сен спорт школаға түсіш, мен сені қазір сол жердегі жаттықтырушыға звондаймын. Сен түс, болашағың зор, сен давай көр енді дейді. Сонымен сол жаттықтырушыға тура мен көзімше звондады, мен осында бір баланы тауып алдық. Баланы алып келейік деп сөйдеді. Сон тренер өзіме шықты, бір-екі күннен кейін давай сен дайындап кел, норматив тапсырып көр. Өтсең бұйырса спорт школаға аламыз деді, сөйдеді. Норматив қандай болды? Сонымен 1 километр болды. Сонымен өттім барлығынан. Сонымен спорт школаға 10-шы класста бірақ түстім ғой күзде. 2 жыл оқып ары қарай сол спортпен кеттік қой до конца. Негізі қай жастан бастаған дұрыс жеңіл атлетиканы? Негізі баланы енді ертерек па? Барлық спорт мектептерінде 7-ші класстан қабылдайды. Естіген шығарсыздар? Қазір естіп отырмын. Негізі 7-ші класста да енді жаттықтырушылар балалармен ондай қатты жұмыс істемейді. Жұмыстары қиын болмайды. Негізі сол 8-9-ші класстар сол не емес, кеш емес. Сол кезде енді бастап жатқан ғой. Нормально бақсың онда сен. Жаттықтырушылар айтады, мен жай келдім деп ойлағам негізі. 16 жас, енді 10-ші класс. Менен бұрын 7-ші класс қанша балалар оқыды енді. Мен жайге қалдым ба десем жоқ. Сен марафонға наоборот жай емес. 16 жас самый раз дейді ғой. Сен ровно келдің, жақсы уақытта келдің дейді. Типа қазірден бастап сосын марафонға сразу жүгіресің. Баланы 14-15 жастан бере берген дұрыс негізі. Сөйтіп спорт школаға түстің, қалай жалпы жағдай қалай дамыды дальше? Одан кейін енді ол жерде спорт мектебінде бірінші результат сұрайды ғой. Нәтижесін бірінші облыс чемпионатынан бастадық. Облыс чемпионатында 2-ші болдым сразу. 2-ші болдым. Соның Қазақстанға апарамыз деді.
Қазақстанға апарды, Тараз қаласында өтті. Содан ол жерде пакросы болды. Чемпионат Қазақстан пакросы болды. Содан ол жерге барып 5-ші болдым. Сол жерде кімдерді кездестің ба? Леха, Ислам дегендер ме? Көрдім, олар. Ол кезде олар деген помощникам жүгірді ғой үлкендер арасында. Сен юношеский разряд. Біз U18. Олар сенен үлкен ғой, айтпақшы. Олар үлкен, ұмытып кете берем ше. Біз 99-2000-дар жүгірдік. Ол жерде 5-ші болдым. Содан кейін одан сайын адам уже Қазақстан сразу 5-ші вообще желанием ашылды. Содан пақ етеді. 4 айдан кейін уже призер бола бастадым. 4 айдан кейін призер болдым. 3-ші болдым, 2 жыл отылдым енді. 3-ші орын, постоянно 3-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын. Кім ұтып еді сені? Енді бала кезімізде бізде номер 1, ол кезде біз U18. Бізде Еркебай Ильхам деген бала. Қазір жүгір ма? Жоқ, ол тасы кетті қазір. Ол бала кен? Данияр келді, все уже деді ғой. Нан жоқ деді. Сол балалар отып жүрді, көбіне сол бала отып жүрді Қазақстан номер 1. Мысалы, сенмен оқығандар қазір қанша адам жүгіріп жүр әлі? Менмен сол спорт мектебін біз аяқтағаннан кейін мен ғана жүгіріп жүрмін қазір. Мен қасымдағылар тренер болып кетті. Мен өзім құралпас. Классасын именно профессионал ретінде сен ғана жүргізсің. Қасымда бірге жүгірген балалар олар қазір тренер, спорт мектебінде. Неге солай болып шықты? Финансирование жоқ болып еді ма, или жағдай жоқ па? Жоқ, жағдай жоқ емес, енді көбісінде енді айтқанда жұмыс істеймін деп солай кетті ғой. Ары қарай қолағым келмейді, жұмыс істейтін сияқтымын деп сол жұмыспен кетті ғой. Бірақ енді барлығы осы спорт жақсы көреді ғой. Осы спортпен кетті ғой до конца. Барлығымыз енді мақсатымыз, ниетіміз бір. Болашақта. Ал жартылай марафонға алғашқысы қашан басталды сенде? Мен 11-ші класста қатыстым. 11-ші класста? Сон бізде Жүзгенбаев Мұрат деген тренерді білетін шығарсыздар. Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушы. Сол кісі ол кезде деген облыстың аға жаттықтырушы болатын, старший тренер. Сол кісі сұрады. Ол кісі жаңа 10 сыныпта түсе салып техникамен қарады да. Менде скорость жоқ болды. Содан кейін сен давай, сен төзімді екенсің, сен марафоншы болсын. Деді, сразу техникамды марафонский бег, кішкене экономный бег техникам солай үйретіп. Соны 11 бітірген кезде сұрады, давай сен жартылай марафонды көрсеш. Просто тек сенен ешкім сені қысамайды, саған ұрыспайды. Просто қалай жүгіресің? Қалай жүгіресің, солай болады. Оған саған ешкім нетпейді, сөйлемейді. Көр деді. Дайындалып көрейік, сәл енді объемға шыдау керек деді. Сондай жұмыстар істеп, бірінші полумарафон жүгіріп көрдік 11 сыныпта. Қанша уақытпен? 1 сағат 11 минут. Базар жоқ. Қайттым мен депші. Мықты. Сондай болды. Ол жоқ, ол КМС емес. КМС ол 1.07 дұрыс па? КМС 1.08.30. 0.8.30. Ну, это бірінші разряд. Бірінші разряд. Енді күшті. Сонымен қатысып көрдік. Ол жерден полумарафонды 2-ші орын. Осы Алматы марафонға. Кімнен ұтылдың? Ол кезде ең бірінші жарысымда Илья Тяпкиннен алдым. Содан бері екеуің не жүрсіңдер ме? Содан ұтылдым 11 сыныпта. Содан кейін уже 2-ші келгеннен кейін одан сайын түсіне бастадым да марафон. Ауыр екен, оңай емес екен. Сол кезде сен уже андай бір беговой кроссовки алып, бір экипировка алып жүгіріп жүрдің ба? Ол кезде уже білдік қой. Қалай нету керек, киіну керек, қандай аяқ киім, ол кезде білдік қой. Спорт школада соған мән бере ма, жаңағы аяқ киімнің сапасына деген секілді? Ол жерден сразу спортшы мектепке қабылданғаннан кейін сразу айтады, осындай аяқ киім алу керек, осындай киім алу керек.
мынау ыңғайсыз болады, мынау травма болады мынандай кроссовкадан деп сразу айтады ол жерде. Сонымен спорт школадағы өмір қандай негізі? Спорт школаға былай түсеміз, сонда ол ақысыз оқу ма или ақысыз? Спорт мектебі деген ішінде несі бар? Ішінде жаңағы сол жерде тұрасың, сол жерден тамақ ішесің, сол жерде оқисың, сол жерде жаттығасың, ішінде бәрі бар ғой. Ол жерден ешкім ақы сұрамайды. Спорт мектебі деген талантты балаларға арналған ғой. Старшактардан басқа деші. Сен уже өзің старшак болған кезде жетістің ғой. Бара сал бештілдің деген әңгіме ғой. Енді спорт мектебі деген жаңа баланы жақсы неге тәрбиелейді ғой, өмірлік жолды көрсетеді. Ол жерде ақысыз, барлығы талантты балаға әрдайым всегда орын бар ғой ол жерде. Интернат ретінде тұрасыңдар ма сол жерде? Иә, ішінде оқисың. 5 күн оқисың или 6 күн, сосын үйге барасың. Стипендия жоқ па? Жоқ ол жерде, стипендия жоқ. Сол жерде жатып оқисың. Біз оқыған кезде білмеймін енді. Бізде тренер 7 күннің, біз 7-інде де тренировка істедік. Біз үйге қайтуға ондай не жоқ. Уақыт жоқ. Бізде жексенбі ғана бір уақыт тренировка. И жұма күні бір уақыт тренировка. Жұма күні баня. Ол демалыс күні деп сала ма? Жексенбі күні демалшық. Бізге наоборот сол интернатта қалған ұнайтын да. Наоборот үйге қайтқымыз келмейтін уже. Басында 2 ай андай кішкене қиын болды. Үйге қайтқың келіп, не үшін түсінді деген сияқты. Содан кейін уже үйреніп алғаннан кейін жаңа орта, жаңа дос. Содан кейін үйреніп кеттік қой. Қазір енді ең көбіне қай қашықтықтан ләззат аласың? Жартылай марафон, я болмаса марафон, қайсысы өзің сүйікті қашықтық жүгіретін? Жалпы өзіме негізі сол толық 42 шақырыммен 21 шақырым ұнайды өзіме. 10 километр қатты ондай ұнамайды, өйткені талай жаңағы марафонда, жартылай марафонда байқадық та. Өз-өзіңе адам болғаннан кейін, спортшы болғаннан кейін анализ жасайсың ғой енді өз-өзіңе. Қарап, мен наоборот жартылай марафондарда жартысынан кейін наоборот өкпем ашады да, ләззат аламын. Одан сайын кете бергім келеді да. Ал енді жарыстарда бай облысқа енді тренер бар, жаңағы облыстың атын давай енді адам апарайық сені деп, жаңа 1500 метр, 3 километр, 5 километр деген сияқты қатысып, қызық ретінде қатыса берем. Мен основной қазір уже 1 жыл болды, толығымен марафонға зейін қойдық осы. Жартылай марафон, ұзақ қашықтыққа. Ал былай өзімді сынап, былай көрсету, былай өзімді лишний рекордтарымды көргім келіп, былай қызығушылық болады. 1500 метр просто так көре салайын деген, жүгіріп көрейін деп. Ұнаған жоқ па? Иә, сон былай көре салам, жылына 1-2 рет қана шығып көрем. Жалпы 20 жастан марафон жүгіру ерте емес пе? Жоқ, енді мен өзім 20 жасымда, тура 20 жасымда 42 жүгірдім. Енді сұраймыз ғой бізде, қалай бізден бұрын жүгірген ба 20 жасында деп. Енді біздің жаңағы Жүзгенбаев Мұрат деген ағайымыз, енді ол кісі осыдан 1,5 жыл болды, ол кісі дүниені өтіп кетті. Ол кісі айтатын, 20 жастан бастап көре беру керек, егер адамның ниеті болса дейтін да. Ниеті болса көре берген дұрыс. 23-25 жасында уже өзіне сенімділік, жаңа уверен болып тұрады жарыста депші. Негізі ниетке байланысты ғой барлығы. Көре берген дұрыс деп айтатын. Енді өзінің өмірбаянын айтатын ол кісі, жаңа СССР кезінде бізде 20 жасында көп жаңа орыстар жүгірген деп айтады. Өзімде сол уақыт 21 жасымда жүгірдім деп айтқан негізі. Өйткені неге сұрап атқаным, себебі осы профессионал спортшылардың спорттағы өмірі негізі қысқа болады да.
бастасаң там 15-16 жасында бастасаң 20 жыл жүгіресің жүгірмейсің там айналысасың спортпен деген сол потом уже аяғына таман уже травмалар басталады уже осы бастапқы кездегі там не знаю скорость болмайды выносливость болмайды деген өзінің нелері себептері бар да и сондықтан марафонды былай алып жатсақ допустим профессионал спортшыларды қарасақ олар басында 800 полторашка жүгіреді 3000 жүгіреді и вот 30-дан кейін ғана марафонға жақындай бастайды да 30 жасында кейбірлер жартылай марафонды ғана бастайды сол үшін сұрап жатқан сол себебім ғой 20 жаста 42 километр жүгіру деген өйткені жылына қанша марафон жасайсың? Жылына негізі 2 марафон ғана жүгіріп жүрмін. Негізі дұрысы жылына 2 марафон жүгірген дұрыс. Негізі жаттықтырушыларымыз айтатын, негізі жаңа марафон жүгірмес бұрын бірінші 800 метр, 1 километр, 1500 метр сол средний дистанция орта қашықтықтарды уақыттарын жақсартып алғаннан кейін ғана марафонға шыққан дұрыс деп айтатын да. Енді менде ол дистанциялар жақсы болды. Содан кейін сразу давай марафон желаниең бар сияқты көресің ба деп бірінші сұрап көрді. Соны мен сразу келсін көрейік деп. Соны 20 жасымда тура туған күнде марафон жүгіріп кеттім ғой. Ең бірінші полумарафоннан чемпион болған кез қай кез? Алматы марафон ба или чемпионат Қазақстан ба? Екеуін де алып қарайық. 2019-да жарты марафон чемпион болдым. 20 жасыма өткенде ғой. 19 жасым. Алматы арена жақта болған ба? Иә. Ислам екеуін. Иә, сол кез. Оның алдында да бірақ Шымкент марафонда өттім. Алматы марафондарды өттік. Сол 2019-дардың ортасы сондай. Сол кездерде. Сонда бірінші жартылай марафон ұтқан кезде қандай сезімдер болды? Енді ол кезде енді ұтқаннан кейін енді қуанасың ғой. Ары қарай тезірек нәтижеге жеткім келіп болады екен ғой деп сондай сезім болады. Жалпы өзім жаңа қуанғаннан кейін, бірінші келгеннен кейін тезірек жаттығуды бастағым келіп кетеді. Мен де білмеймін, енді басқаларда қалай, мен де жеңіске жеткеннен кейін уже үйге қайтқаннан кейін тезірек жаттығуға оралғым келеді да, тезірек бастап тезірек жетсем екен, тағы да 1 минут тастасам екен, 2 минут тастасам екен деген. Демалып жатып алмайын дейсің ғой. Иә, сондай. Мысалы, сені не қатты қанаттандырады? Ақшалай приз ба или звание, мысалы, чемпион Қазақстана дегені ме? Менде қазіргі біздің неміз мақсатымыз ол уақыт көрсету. Ақша емес. Өйткені біздің қазір мақсатымыз любой спортшының арманы олимпиадаға жету, әлем чемпионатына қатысу. Біздің мақсатымыз сол. Бірінші алдымен рекордтары қою мақсатымыз. Ақша одан кейін ғой. Енді біз былтырдан бері ұлттық құрамаға кірдік, уже біздің жұмысымыз Қазақстан ұлттық құрамасының несі. Біздің мақсатымыз ол нәтиже көрсету бірінші. Ақша бізге жұмыс. Сол ұлттық құрама жайлы айта кетші, қалай кірдің, қашан кірдің? Ұлттық құрамаға ол жақта қандай жаңағы правилалар бар, болмаса там саған талап етілетін нелер? Жалпы ұлттық құрамаға 2023 былтыр 2023 осы қаңтар айының басында кіргізді бізді, алды. Енді ол жерде жаңа өзіміздің неміз бар, группамыз бар WhatsApp'та. Ұлттық құраман сол жерде айтады, давай қыздарға да ұлдарға да бірге айтылатын не? Осы жылғы давай результат көрсетіңдер, дайындалыңдар. Ол ұлттық құрамаға кіру үшін қандай да бір көрсеткіш көрсету керек пе, әлде қалай кіруге болады деген? Иә, көрсеткішке қарайды. Ол жерде главный тренер, главный жаңа аға жаттықтырушы
Карпов, Дмитрий Карпов деген аға жаттықтырушы, сол кісі қабылдайды. Соның шешімімен Сол кісінің шешімімен ол кісіге рахмет. Бізді ұлттық құрама қалды. Жалпы енді біздің жаттықтырушымызға жаңа нені жіберген, давай сенің спортшылардың нәтижесін көрейік, соның арасынан таңдап аламын деп. Содан кейін Нұрмамет Ақбаян екеумізді алды біздің Жетісу құрамасынан, Жетісу облысынан. Иә. Ұлттық құрамадан сендерге стипендия беріліп отырады ғой да? Иә, ол уже жұмыс. Зарплата. Гос жұмыс уже. Қанша береді? Ол жерден 332 мың. Мысалы бір ставка. Бір старт жеңсең, соған қоса ма бірдеңке? Премия, бонус. Енді жаңағы нелерінде, ережелерінде барлығы негізі жазылған. Біз енді оны шыны керек оқымадық оны. Простой адамдарсыңдар, күшті. Бізді алды деді. Енді соған қуандық дейсің ғой. Енді біздің енді облысымыздың аға жаттықтырушысының енді бірінші алға ғой енді. Екінші сол Сепосынов Еркен ағайымыз ғой. Жүгіріп біз үшін жаңағы уайымдап біз үшін нетіп атқан, поддержка беріп, еңбек етіп атқан сол кісінің сөзі бар. Үлкен деме берді ғой, былайша айтқанда. Содан кейін біз қуандық енді. Сосын тез қол қойып қағазға кірдік. Өтті деді. Сосын жаттықтырушымыз айтты, сені алды деді, Ақбайның. Сол қуандық, сосын қағаздар толтырдық. Сол қуанғаннан енді оқымаппыз да оны. Ана жер тезірек қол қойдық та бердік. Сонда құрама жалақы төлейді, және де Жетісу облысы төлей ма? Бөлік. Жетісу облысынан бөлік не бар? Стипендия төленеді ол жақтан. Негізі осы Қазақстан бойынша облыстарымыз бар ғой. Сол облыстарда ставкасы, стипендия ставкасы бірдей ма, немесе әр облыста әрқалай? Ең көп ставкасы қай жерде? Шығыс Қазақстан емес пе? Енді о жағын енді сұрамаппын, о жағын білмедім. Енді әрі жақта әрқалай деп естідім. Өйткені сұрап жатқан жағдайым осы Ресей мемлекетінде де осылай облыстарында әртүрлі, сондықтан да ана профессионал спортсмендерді әрбір облыс өздеріне тырысады жазып алуға ше. Осы естігенімше осы Татарстанда ең көп стипендия Татарстан береді екен өз спортшыларына. Сондықтан да осы Степан Киселев, Ядгаров Татарстан артынан жүреді екен. Сондай жайт болған. Негізі 22-сі, 23-ші жылы қазір жүрмедім ғой екен. Сондықтан сұрап атқаным ғой. Ал негізі біз атушылы Қазақстанда құрама бар ғой, құраманың ішінде құрама дейме, Алтай Атлетикс. Ол қандай сонда құрама болып жатыр, сборныйда болсан, Алтай Атлетикқа кіресің бе, кірмейсің бе, ол қалай сонда? Или ол вообще отдельный клуб па? Иә, сендер сен мысалы марафон жүгіресің. Жанна Мамажан марафон жүгіреді, бірақ ол Алтай Атлетиксті. Сол айырмашылық. Алтай Атлетикс болғанда ол жеке клуб, Жанна Мамажан айтып отыр, ол қыз ұлттық құрамада. Бірақ клуб жағынан ол неде? Алтай Атлетикста. Енді жалпы ол Алтай Атлетикстің құраушысы дейм бе, қалай дейм? Даниал Ахметов дейді ғой, сол кісі. Асхат Ниязовтың крашы ма? Ең жақсы көретін акимі. Сол ол Өскеменде қателеспесем Алтай Атлетикс. Сол өзіміздің ұлттық құраманың спортшылар, сол жаңа международный забег старттары бар. Соған Алтай Атлетикстің несімен шығады. Бірақ сен оған жатпайсың? Жоқ. Ал осы Шедрак бар, осы Алтай Атлетикста кенистарымыз бар, иә? Негізі осы ұлттық құраманың ішінде осы легионерлармен кездесесіңдер ме, бірігіп тренировкаларын болады ма? Жоқ, олармен мүлдем тренировка істемедік олармен. Олар бөлек. Олардың бізге қарағанда жағдай бөлек. Доп десей жағдай. Мысалы сен қалай ойлайсың, сендер бірге тұру керексіңдер ма, бірге тренировка жасап, ол
енді біздің нәтижелер егемендік өседі ғой по-любому. иә негізі біздің егемендікті алғаннан кейін енді ұлттық құрама ғой оларда негізі бірге дайындалу керекпіз негізі Иә. негізі солай деп ойлаймын енді өз басым Мгм. любой жаңағы маманнан сұрасаңыздар да дәл соны айтады Мгм. бірге дайындалуымыз керек бірақ бөлек жақтамыз ғой қызық екен. Ал осы жұмада, осы демалыстарда бізде Астана Мид Индуро болып өтті. Иә. Астанадағы жарыс. Иә. Сонда сол жарыста Қазақстан құрамасынан атлеттері болды ма сол жарыста? иә ол енді Жүгірді ме? өзіміз өткеннен кейін барлық дистанцияға барлық неге өзіміздің спортшылар қатысты Өйткені иә сұрап жатқан жайтым бар, өйткені оның организаторы Алтай Атлетикс болды ғой. И спортшылардың мен былай пулын қарап шықтым да. Көбісі Алтай Атлетикстің спортшылары екен де. Сондықтан сұрап жатқаным ғой негізі. Ал осы Алтай Атлетикс өйткені ол туралы көп білмей жатады да. Сен қазір жеке деп отырсың, біреу жеке емес дейді, біреу государственная организация дейді. Слухтар өте көп болып жатыр да, сондықтан сұрап жатқанымыз ғой. И әрбір профессионалды спортшыдан, атлеттен біздің қонаққа келетіндер біз постоянно Алтай Атлетик жайлы кішкене ақпарат жинап отырамыз. Жеке болғанда ол енді мемлекеттік клуб, мемлекеттік. Бірақ жаңағы ол жерде жаңағы кеңестер деп болсын, ол бөлек сол Алтай Атлетикс соларға спонсор, бөлек сбор істейді. Бізден бөлек деп жатқан ғой, бірақ ұлттық құрама, біз ұлттық құрама болып бірге барамыз сборға. Неге Қырғызстанға. Ал Қырғызстаннан басқа сбор деген болып жатқан жоқ па? Болады. Қазір Өзбекстанның құрамасы мысалы Кенияға барып келді. Иә. Кенияда жатыр, ол тренировка сол жақта, сендерде ондай сыбыс жоқ па? Негізі баруға болады, енді оны өз ақшаңа деші. Аға жаттықтырушылар шешеді оны. Негізі өздерің ол бастаманы көтермейсіңдер ма? Бізге былай істеу керек, мына жаққа бару керек деп. Қазір шүкір енді нәтиже енді келе жатыр. Бұйырса, бұдан да биік белестерді бұйырса бағындырғаннан кейін уже ауызды ашуға болады да. Қазір емес та, күту керек. Кішкене делом доказать дейсің ғой, то что қазір просто бізге өзімізді көрсетуіміз керек. Дұрыс. Содан кейін асық болу керек та. Әлі марафон алдыда ғой. Ал сен қандай сезімде болдың осы Шедрак Азия чемпионаты болды ғой, Қытайда? Басында келді аяқ жағынан. 25-ші ма, 24-ші орын алып келді ма? Марафоннан. Иә, марафоннан. Үздік 25 десей. Үздік 25. Негізі там жүгірген атлеттер 28 ба 30 ба атлет болды негізі. Сол 30 шақты. Сон иә Жалпы енді жаман нәтиже болды негізі. Кенияда дайындап келді, енді сбор істеп келді. Жалпы марафон деген ол бөлек не да андай вид сияқты, вид да, ол басқа дистанцияларға ұқсамайды да, қашықтықтарға. Ол жаңағы тұрып жүгіре салатын 400 метр емес, 800 метр емес та. Ол может ода травмамен шықты, оны ешкім білмейді да. Марафонда бірде дайын болып тұрған нәрсеңе сен жүгіре алмай қаласың. Кей кезде дайындығың онша емес, өзіңе бір 80% қана өзіңе сенімді болып тұрған жарыстар жүріп кетеді. Марафон бірде көл, бірде шөл ғой. Солай да, бірде жүреді, бірде жүрмей қалады. Мынандай ой болмаған жоқ па? Мен барсам мен көрсетуші едім деген. Енді ондай ой болды, бірақ енді Шедрак енді бәрі орын алады деп апарды ғой енді. Біз орын алады деп ойладық енді шыны керек. Енді 25-ші деген кезден таң қалдық. Енді оны спорт түсінетіндер түсінеді. Бір бәле болып қалды деп ойладық енді. Иә, бір бәле болып қалуы мүмкін, бірақ оның алдында кениялық біздің алтын жүлдегеріміз допингтан допингпен ұсталынып, в общем, дисквалға кетті. Содан кейін кенийцтарымыз мүлдем жоқ болып кетті. Оның артынан барып Шедрак жаман нәтиже көрсетіп жатыр. Сондықтан да күдік жоқ па? Бірдеме мына жерде таза емес. Что-то не то. Да.
енді или осы жағын вообще мүлдем ойлап көрмедің ба? Енді ол жағын ойламаппын. Даже оларды көрмейміз да, ол туралы хабарды ойнайды, ойлайды. Ол енді хабарымыз жоқ. Енді біз оларменен Щедрик, брат. жарыста неде ғана көрсеміз ғой, былай бөлек көрмейміз да, олар постоянно Кенияда дайындалады. Енді ол туралы хабарым жоқ, ойлап та көрмеппін, шыны керек. Ал жалпы допинг жайлы не ойлайсың? Қалай сонда? Мен бүгін ана Инстаграмда тоже сұрақ қойдым ғой, біреу сұрақ қойып жүріпті, не дәрі ішеді аналар деп ше. Профиктар не дәрі ішеді деген. Бірінші айтатын жайт негізі фармакология дейміз ғой, бар фармакология, который можно, да, принимать негізі. То есть список запрещенных веществ жоқ. Тағы да бар фармакология, допинг сияқты, оны қабылдауға болмайды деген жайт. И сондықтан да сұрап жатқан сұрағым, негізі допингпен кездесіп көрдің ба сен осы ішкі Қазақстан ішіндегі жарыстарда, немесе балалардан естіп жаттың ба? Ну, бәріміз бір ортамыз ғой, сондықтан да балалар айтып жатады кейбіреулері. Даже әуесқой спортшылардың ішінде осы ЭПО, эритропоэтин ба, ЭПО или ЭДО, короче, бірдеме бар. Эритроцит көтеретін ба? Иә, эритроцит көтеретін, сол қанмен кислородты көбірек тасымалдайтын. Сол допинг жайлы сыбыстар бар ма негізі, даже профессионал ішінде, өз орта ішінде? Жалпы енді біз енді Қазақстан чемпионатына жүгіріп отырық, одан үлкен жарыстарға шығып отырық. Бізде жылдың басында антидопинг тест несін алады, сынамасын алады. Қазынады. Сол кезде барлығын қарап, барлығын оқып шығасың ол жерде. Ең соңында жаңағы тесттан өткеннен кейін сертификат шығарып береді. Мынау өтті деп. Енді бүкіл жарыстарды бізде жаңағы алдыңғы келген үштікке постоянно не алынады, доп контроль. Қан алынады, зәр алынады. Енді бізде Қазақстанда қазір енді ешкім ондай допингпен сталды деген оны не жоқ енді. Осы легионерден басқа. Иә. Күдікті деп па, жарайды. Не, негізі жай сұрап атқаным ғой, өйткені дұрыс емес нәрсе сияқты да. Әуесқой спортшылардың ішінде де айтып жатқан жайт, сондықтан да. Иә, ол енді бәрібір сталасың ғой сен. Егер орын алсаң, бәрібір доп контроль тексереді. Бәрібір шығатын нәрсе ғой. Ал негізі осы біздің допинг контроліміз қалай жұмыс істейді? ЧРК-да жылдың басында ғана тексере ма? Ал негізі андай зат бар ма? Сен мысалы үйде қазір Алматыда сборда жатсың, саған осы допинг контроль агенттері келеді де, пробаларыңды алып кететін, сондай жайт бар ма, жоқ па? Жоқ, ондай болған емес, бірақ жарыстарда біз енді постоянно жылдың басында емес, барлық жарыста доп контроль тексеріледі, алынады. Бәрінен ба или немесе үш орыннан ба? Үш орыннан, кей кезде күдіктілер болады, бәрінен нетеді, алады. Барлық жарыста жыл 12 ай, қай жарыста бар, барлығында тексереді. Я сұрап жатқан соғы, мысалы біз ЮСАДА мен америкалық допинг контрольмен былай қарасақ, ЮСАДА, допустим, бәрі профессионалды спортшылар, соның өзінің приложениясында бар, и сол спортшы приложенияның ішінде өзінің локациясын постоянно обновлять етіп отыру керек та. Бүгін мен Алматыдамын, ертең мен Бостериге сборға кетем, мен Бостеридемін деп жазып жіберу керекпін де. И әр любой күні соның агенттері келіп менен проба алып кетуі мүмкін де. Кешке болсын, таңертең болсын. Нежданчик келіп тексеріп кетеді ғой. Соны сұрап отырмын да. Ал мысалы мен қазір Алматыда болып, бірақ локациям басқа қалада болса, олар сол жерге шығып қойса, мен еще карточка аламын, то что первое предупреждение мен ол жерде болмадым деп. Соны сұрап жатқаным ғой, ондай бар ма, жоқ па деп. Енді спортшылардан естігем, жаңағы қан, жаңағы доп контроль алғаннан кейін қаннан жаңағы басқандай дәрілер шыққан деп естігем. Сол себепті жаңағы 2 жыл сені қырсауынан қалмай артыңнан тексереді, жүйеңе де келеді. Ондай спортшылар естуім бар. Бүйтіп сталынбасаң, өйтіп саған нетіп қарамайды да. Сталсаң енді жоқ, сталынбасаң. Қатты қарамайсың. Иә.
ұсталмасаң олай қарамайды. Ал енді күдікті болсам күдікті жаңағы қаннан бір таблеткалар шығып жатса, препараттар шығып жатса, ол уже 2 жыл сені не алады. Контрольға алады ма? Контроль сені тексеріп отырады. Үйіңе де келеді, жарыстан да, сбордан да солай болады. А так негізі күніге ішетін препараттарың бар ма? Витамин там? Иә, ол енді спортшы болғаннан кейін сізде, мысалға сізде деген В витамин, С витамин, Д витамин, например, айтып отырмын, жетіспеуі мүмкін. Сол себепті ол жаңағы любой спортсмен ол витаминсіз жүгірмейді, ешқай спортсмен. Оның бәрін сборны қамтамасыз етіп отырады ма еще? Иә, сборда әр ай ішінде жасайсың ба, или там мысалы 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде? Әр қалай 1,5 айда, кейде 2 айдан кейін солай жаңағы анализ тапсырып отырамыз. Ал енді ұлттық құрамамен сосын сол анализбен барасың, витамин аласың мысалы. Не жетіспейді көресің деген сияқты. Сенде андай, сенде ғана емес, бүкіл сборныйда дәрігер бар ма? Бар, врач бар. Сол рекомендациясымен аласыңдар. Жоқ, бізде ұлттық құрамамен медосмотр дейді ғой. 2 рет болады жылына. Сол екеуінен өтеміз, қалған енді арасында 6 ай уақыт бар ғой. Ол кездерде біз нетпейді, ешкім қарамайды. Өзіміздің жеке жаттықтырушыларымыздың айтқанымен ғой барлығы. Қандай витамин дейді, соны аламыз. Кішкене дұрыс емес сияқты. Ну, это негізі бәр жақтағы практика болып жатқан практика негізі. Жоқ, СНГ жағында. Жоқ, просто айтып отқаным. Жарты жылда бір. Сол жарты жылдың ішінде много может поменяться. Да, бәрі болып қалуы мүмкін. И может быть ана 3 айдың ішінде саған бір витамин керек болып қалады, а сен оны білмей қаласың. Просто срок үлкен деші? Срок үлкен, да. Или хотя бы бір дәрігер болу керек, который на контроль ұстайтын. Оларға нелерді, мына тесттардың результаттарын жіберіп, олар айтып тұратындай сендерге. Не. Сондай болса просто. Да, просто федерация договорится с каким-то Инвиво или Олимпом. Регулярно раз в месяц своих спортсменов проверять. Или вот эти анализы, чтобы делились и с главным врачом. Вот соны айтып отырмын примерно. Сөйтіп істеу керек да, негізі пауму бол үшін. Негізі бірақ спортсмен өзі бәрі спортсмен біледі ғой, ол денсаулығы енді ол ключ к победе дейді ғой негізі. Денсаулығы үшін сол үшін контроль түсірту керек негізі. Много ситуаций деген. Ну это да, конечно, определенно много ситуаций. Итак, у нас первая рекламная интеграция. Воспользуемся этим случаем, этой паузой. В общем, с 1 по 14 февраля у вас есть возможность зарегистрироваться по ссылке снизу нашего видео, и эта ссылка будет у нас в профиле Инстаграма. Вы регистрируетесь в магазине Копаран и получаете 14% скидку. Это акция в преддверии Дня Святого Валентина. Не упустите возможность подарить своей половинке что-нибудь подешевле. Прозвучало плохо, но мысль хорошая была. Да. Оригинальные вещи по скидке, короче. Вот, ну я хотел хорошую вещь сказать, но не получилось. Ирем Да, в общем-то. И, кстати, еще в Копаране работает их сайт, и можно сделать онлайн-доставку, не выходя из своего дома либо офиса. Очень удобно. Это очень удобно. Я уже давно очень стараюсь вообще никуда не выходить. Ну, ты просто интроверт. Сонымен жалғастырайық. Алғашқы марафон қашан болды? Алғашқы марафон 2021-де. Астана марафонда ма? Әлгі? Иә. 2021, иә. Қанша уақытпен келіп едің ол кезде? 2:23. 2:23? Сонда ол сен, ең біріншің. Қандай рекорд қазір уақыты? Сол, иә. Содан кейін қанша марафон жүгірдің примерно? Общий 4-еу ма, сондай қойдым, 4-еу. Одан кейінгісі Казань марафон болды ғой? Иә, одан кейінгісі. Казань марафон жайлы сөйлесек. Биылға. Дұрыс па? Казаньға қалай барып келдің, қандай дайындық болды, кім спонсировать етті? Казан марафонға енді өгіз біз ұлттық құрамада болмадық. Енді ол жерге спонсор болған Нұрахметов Беген деген ағамыз.
ол кісіге алла разы болсын, рахмет. Сол кісі көмектесті. Енді облыстан да не болды, қолдау болды. Барып көрсін, қатысын, жас спортшы деген сияқты. Сен жалғыз бардың ба? Иә, Қазақстаннан? иә, жалғыз бардым. Енді Қазақстаннан жан жақтан барды нелер, любительдер барды. Ислам бардың ол кезде? Жоқ. Исламда Қазанға барып еді ғой. Жоқ, жоқ. Оның алдыңғы жылы ма ол? Ол 2022-де барды. Ол жартылай марафонға бармады ма или марафонға Жоқ, барды? марафон. Ол 4-ші ма, 5-ші ма болып келді. Сен өйтіп айтпа, қазір дұрыс айтпаса бас салады айтсаң деп. Есінше результаттарын скрин жасап салып жіберемін. Дұрыс емес деп. Ол кезде қандай мақсатпен бардың? Енді ол кезде шыны керек, біз енді чемпион болам деген не болған жоқ. Енді үздік үштікке кіре аламыз деп сөйтіп ойладық. Енді біріншінің уақытына әлі біздің неміз уровеніміз жетпейді. Бірақ енді по мастеру жүгіру керек деп солай бардық. Мастер болғанша? Мастер 2:22. 22. Содан кейін не етті ғой енді. Ретмен келді ғой бұйырып. Сен осы Казанға тренировочный план жасап дайындадың ба? Иә, жаттықтырушымызбен дайындалдық. Енді ол кезде дайындық мықты болды енді. Сенімді бардым. Железо келем деп. Бірақ дистанция өз жерде көп болды. 42-де 900 метр болды işte. Көп болды. И новый схема. Жаңа схема болды жерде. И кішкене подиумдар, жаңа мосттар, сондай көп болды. Қарсыластарың танисың ба? Сол кездегі білетін бе едің? Жоқ, танымаймын. Маған жаңа Ильяс Баубек айтты, мынау 2:18 жүгіреді. 2:18 жүгіретін бір екеу бар. 2:16 жүгіретін бір жігіт бар деп. Бір есің шығарып алды ма? Бір күн қалған кезде сол айтты. Сосын жарайды. Жарыс енді көреміз ғой деп. Дайын бардық қой. Сөйтіп, как так получилось, что бірінші орын алып кеттің? Анау 1:18 жүгіргендер, олар орта жолда қалып қалды ма? Қандай стратегия болды гонкада? Қандай стратегиямен жеңіп кеттің? Енді стартта тұрған кезде алдында тұрдық. Ол кезде енді жаңағы 2:18, 16 жүгіретіндер таниды бір-бірін. Бір-бірімен түрлерінде көрсетіп қойған ғой енді, осы вот деп. Олар енді мен танымайды. Өздерімен өздері. Темная лошадкасың ғой сен. Өздерімен өздері сол ақылдасып тұр ма екен енді білмеймін ғой. Сонымен басталды, старт берді. Жартылай марафон бітті. 21 километр біткенге дейін 3-ші болдым. 3-ші болып отырдым. Арттарына түсіп алдың. Арттарында отырдым. Кішкене алдыға жіберіп қойдым 300 метрдей. Соны ұстап отырдым. 26-тан кейін ба біреуін оздым. 35-те біреуін оздым. 35-ке дейін екінші болдым. Сосын біріншіге түстім. Последний 7 километрді оздым ғой. И содан кейін оссаң келмеді ма? Иә, одан кейін қызық болды. Одан кейін келді. Қай жылғысың деп сұрап. Кім екенсің вообще? Қайдан келдің деп сұрады. Сен вообще Тот ты воин. Сен білмейді екенбіз деді. Барлық ресейлік атлеттер ма? Иә. Орыстар ма? Иә, орыстар. Содан сөйтіп нетіп таныды. Сондай қызық болған енді. Неде? Казан марафонда. Сен басында айтып едің, то что сен ең басты мақсатың олимпиадаға жету. Соған бару үшін қандай нәтижең болу керек? Сен нең жасау керексің вообще? 2022-ге дейін 42 шақырымнан марафоннан 2 сағат 13 минут болады. Бару. Қазір оны түсіріп тастады. Квалификация, 2023-тің күзінде тағы бір не шығарды. Қазір 2 сағат 8-де 30 қателеспесем. Сондайға түсіріп тастады.
енді ұлттық құрамада жүргеннен кейін сондай енді не бар ғой, барлығында мақсат олимпиада ғой. Енді тоқтамай жұмыс істейміз. Негізі енді көрші мемлекет есі бассыздар, өзбек бауырларымыз жүгіріп отыр. Марафон, олимпиада норматив орындап жатыр. Енді қазақтардан неге шықпасқа деген не ғой, енді мақсат. Негізі еңбек етсе қолдан келеді. Бұйырса ана долгосрочный план қойып жазады ғой, сол сендерде бар ма примерно осы жылға таман олимпиада деп көздейтін? Мынау олимпиада емес, анаған дейін осы уақытқа жетіп қалуымыз мүмкін деген. 28 енді 2028 деп отырық. Бұйырса соған тырысасыңдар. Соған тырыс. Бұйырсын. Енді неге Парижге кеш болып кетті уже. Болған қазір біздің марафонға жүгіретіндей анандай бір пик форма дейді ғой. Андай пісіп кеткен, жетілетін, ондай жетілген уақытымыз емес те. 2028 жаста боламыз. Сендерде марафоншының жолы енді басталып жатыр ғой. Соны айтып отырмын. Енді 2028-де негізі соғанға дейін ниет етіп отырық. Соған барамыз деп. Бұйырсын, ниет қабыл болсын. Енді 4 жыл уақыт бар, еңбек ету керек. Енді ол Казаннан кейін келесі шетелдік жарыс, зарубежный жарыс қайсы? Дубай болды ма? Дубай. Азияда ма? Или Азия чемпионаты ма? Азия чемпионаты. Азия чемпионаты. Дубайда. Ноябрьдің қаншасы болды? Ноябрьдің 11. Аха. Ол уже сборныйдың атынан бардыңдар. Ол уже ұлттық құрама. Барлығы сол ұлттық құрама. Рахимжан тоже барды. Рахимжан ұлттық құрамада ма әлде? Жоқ. Ол жерде Татьяна Неразнак ұлттық құрамада, мен ғана ұлттық құрамада, қалған ұлттық құрамада емес. Бірақ ол Қазақстан командасы болып барды. Барды, Оларды Қазақстанның құрамасы спонсировать етті, да? Ұлттық құрама спонсировать еткен жоқ. Облыстар ма? Облыс. Сонда сендер екінші орын алып келдіңдер. Екінші орын алып келдік. Қалай болды? Екінші орын дегенде барлықтарының нәтижелерін қосып, общий санағандағы общий зачет қол екінші орында? Командалық есепте. Сонда қандай уақыт болды командалық? Енді әркімнің уақыты әрқалай, ол жағын енді шыны керек, ана дипломды да қарамаппын уақытынша. Өз жерде басым. Даниярда уақыт жоқ, короче. Документтерді вообще қарамаймыз. Ол жерде енді шыны керек, қуаныш болды. Өзім етіп жаңағындай топ 6-7-лікке кіріп кеткеніме қуанып жүрмін да. Топқаш үздіктерге кіріп кеткеніме қуанып жүрмін. Шыны керек, уақытында нетпеппін, қарамаппын. Өз уақытыма риза болып, соны ойлап жүрдік қой. Негізі общий зачетпен бірінші орын алуға мүмкіндік болып еді? Бірінші орынға мүмкіндік болып қалып деп. Жоқ, бірінші орынға мүмкіндік жоқ. Кім алып еді? Бірінші орынға үнділер деді ма? Индустар алды. Индустар бірінші келді ол жерде. Ол жерде біріншіге әрине бар, бірақ та ол үшін барлығы 1.05 жүгіру керек. 1.05, 1.04 жүгіру керек. 3 адам жүгіру керек. Сонда ғана бірінші келесін. Оларда біреуі 1.05 жүгірді. Біреуі 1.05-тің аяғы жүгірді, екіншісі 1.07-ге жүгірді. 1.07. Ол үшін енді есептесек, үшеуі 1.05 жүгіру керек қой бірінші келу үшін. 3 адам. Ауыр. Сен қай уақытпен келдің? 1.04? Мен 1.04-45 жүгірдім. 45. Бірақ дистанс артық болып кетті. 1.05, 280-90 метр, 280 метр асып кетті. Қалайсың, полумарафонды личник қанша сонда сенде? 1.04. 1.04-45. Ол кім? Ол мастер, да? Мастер. Мастердің қолын ұстап. Жоқ ұстаусын деп. Енді ол келгеннен кейін сендерге сыйақы берілді ма? Екінші орын, құрама? Енді
Ол жерде сол Дубайдың өзінде Дубай ұйымдастырып отыр ғой қала. Негізі бірінші орынға командамен $20,000 ғой деймін. 20,000, екінші 10,000 солай. Енді әлі неткен жоқ ол. Түспеді ме әлі? Түспеді. Әлі Түспеді. Әлі төртінші ай бұл уже кетіп бара жатыр. Даже түскен білмейтін сияқты бар ғой. Қара, сен жартылай марафонды жақсы жүгіріп келдің 1:04-те. Ары қарай осы уақытты қысқартайын деп едің бе? Ондай, әрине мақсат бар. Өйткені әлем бойынша қазір жартылай марафон жақсы уақыт, ол 1 сағаттан төмен деп саналады. Соған жеткің кеп тұр ма? Енді ол уақытты бағындыра алмасақ та, енді соған жақындап кішкене уақыт сүру керек қой. Неге бағындыра алмасақ та? Еңбектенеміз, көреміз, бұйырғаны болады, бірақ енді өте қиын деп айтайын. Енді біздің спорт деген бөлек қой, қиын спорт. Оны нақты Қазақстанда дейсіз. Оны нақты бүйтіп айта салуға да болмайды. Енді еңбектену керек. Жоқ, просто сен қазір айтып отырсың ба, сен тек қана марафонға дайындық болып жүрсің де. Қашан жартылай марафонға кетесің? Жоқ, тек қана марафон болғанда сол жартылай марафон осы екі дистанцияны қай жарысқа қандай не болайын деп жатыр марафон бойында. Жартылай болса жартылайға дайындалып кетемін. Екеуін бірге нетіп жүрмін ғой. Жол жөнекей теріп жүресің ғой. Примерно плюс-минус. Жақында қай жаққа барып келіп едіңдер? Гонконг, Гуанчжоу деп қудыртып жатырмын. Қалай барып келдіңдер? Жақсы, бірақ енді біздің ойдағыдай болмады. Сборныйдың атынан ба тағы да? Ислам несі жүр? Ислам облыстан, ұлттық құрамадан емес. Облыспен барды. Қанша адам болып бардыңдар? 3 адам болып бардық. Сен Ислам? И тренер. Тренер. Сеппосынов Еркен ағайымыз барды. Ол жақта сен травмамен шықтың, е? Менде бір жаттығуларда бір сап қалатын нелер болады, бұлшет болатын. Сол травмамен бардым деп айтуға болады. Өйткені сол жарыста сол шықты ғой, бәрібір де. Травма бойынша кішкене айта кетейік. Сен осы 16 жасынан вообще травма алып едің ба? Жоқ, мүлдем болмапты. Алла сақтасын, болмай қойсын. Негізі сүйек қой ең опасный. Сүйек. Солар ғой ең опасный. Бірақ енді оған жеткізген жоқ. Ондай травмалардың алдын алу жолдары техникаң дұрыс болу керек. Техника дұрыс болу керек. Одан басқа тағы да бар ма? Барлығы травманы алмау үшін вообще техникаға байланысты. Одан кейін енді аяқ киім сапасына ше? Аяқ киім сапасына да байланысты. Техника, бірінші техника. Одан кейін аяқ киімнің сапасы. Үшінші енді өзім ойымнан шығарасайын, құтыршақ болмау керек. Футбол ойнап кетпеу керек, күрес кетпеу керек деген сияқты. Қуып кетпеу керек қой. Төртінші дене бұлшық еттер деген болу керек, солай ғой. Енді біз енді тыныш жүреміз, ондай болмау керек қой. Чисто воротада тұрам деймін, ойнамайын деп. Аяқ киім сапасына келдік. Ануар, әңгімені әдемі бастап бердім, саған бар ғой. Аяқ киім сапасын өзің. Саған сөз жіберіп. Негізі ең сүйікті спорт брендтар қандай сен? Маған енді ұнайтын Nike ұнайды. Өзім негіз кофта ма? Куртка ма? Nike ұнайды өзіме. Nike деп мына жақта Adidas. Марафон жүгіретін ең сүйікті кроссовки? Alpha Free Next 2 деген. Күшті кроссовки. Керемет кроссовки ғой негізі. Да. Көбінесе тренировкада қандай кроссовки киесің? Тренировкада енді основной тренировкаларда, жаңағы маңызды тренировкаларда Alpha Free, сол Next. Ал қарапайымдарда?
қарапайымдар восстановительный дегенде бимайлер дегендер сондай бар икстеп жай тренировкаларды икстеп бимайлармен жүрдік икстеп қалай сол икстеп жаман емес жақсы осы көктемде сол икстеппен бір старт көрсем деп ойлап тұрмын да жақын қашықтық 10 километр икстеп қазір қытайда бірінші орынға шығып кетті ғой енді қытайдың найкі ғой ол да көруге болады жақсы бірақ сен найктан түспе негізі бренд жағынан спорт дүкендер жағынан контракт бар ма контракт болғанда Уралс раннерс магазин сол дүкен бұл жердің несі қалаушысы деймін ба қалай Маратович кім Асхат ағамыз сол кісі маған спонсор болып отыр Асхат Фиеста Асхат ағамыз сол кісімен нетіп отырмыз ол саған напрямую мысалы кроссовки анау жібере ма или ақшалай жібере ма жоқ экипировка жібереді чисто экипировка кроссовка форма жылында қанша рет жібереді 2 рет полностью ма полностью жылына 2 кроссовка экипировка спортивка бар сол 2 кроссовка саған қанша уақытқа жетеді енді одан бөлек кроссовкаларымыз бар ғой бірақ енді түсініп тұрмын просто вообще түсінетін негізі жетеді 1 жылға спокойно жетеді ғой 1 жылға несі жағдайы ал былай негізі кроссовканы ресурсына қарамайсың мысалы альфа-флайды айтып жатады ғой 100 километр ғана ақ дейді 300-ден аса берсе де кие бересің ба нормально енді 2 марафоннан кейін негізі жаттығуға салған дұрыс қой жаттығуға саламын мен бір жаңағы альфа-флай деп айтып отырмын ғой сол кроссовканы негізі 2 старттан кейін сразу жаттығуға ауыстырдым ғой жаттығуға киемін жарысқа кимеймін 2 марафоннан кейін сразу Я нахожусь в магазине Копа и хочу вам рассказать про стельки Сидес, которые здесь представлены. Они представлены в 2 вариантах. Первый вариант — это готовые стельки, которые подрезаются индивидуально под ваш размер стопы и учитывая вашу пронацию. Вы видели первый вариант подбора стелек, и второй вариант — это станция по изготовлению стелек, которая выпекает стельки индивидуально под вашу стопу. Қазір сендер жаңадан клуб аштыңдар. Қазақ ран тим. Құтты болсын, жумайсыңдар ма? Қашан ашылды, қандай мақсаттарың бар, вообще ол жақта қанша оқушы бар, кім оқушы бола алады? Өйткені былай қарасаң, профиктер көп сияқты ана жақта. Ол жерде профиктер 50-50. Ол жерде енді қазақ ран тим деген енді
біздің мақсатымыз жаңа қазақтан міне осындай не шықты. Өзіміз жаңа таныту, көрсету, қазақи нақышта жаңағы өзіміздің қазақтылығымызды жаңа нетіп жарыстарда көрсетіп, соның киім үлгісімен көрсету формаларымызбен солай. Қай қаладасыңдар? Талдықорған. Талдықорған. Иә. Просто біздің көрермендер білсін да. Иә. Тұңғыш рет осы біздің Талдықорғанда тұңғыш рет ашылған клуб қой, Қазақ Run Team. Енді басқа клубтарға қарағанда енді оның аты да ұқсамайды енді. Ол жақта бапкер жаңа Еркен Сепбосынов па? Қалаушысы енді ол жерде бізде енді аға жаттықтырушы Еркен Сепбосынов жаңағы. Одан кейін тренер көп оның ішінде. Әсет Арыстанов, Мадғұлов Досжан, Мұхатай Ерасыл, Білімхан Қанат, 6 тренер. Соңғысымен. 6 тренер. Бұл жерде онлайн, офлайн жаттықтыра береді. Қазір қанша адам бар сендерде? Біз енді ашылғанымызға көп болған жоқ қой. Енді бізде жаңағы кішкентай балалардың группасы бар. Айлық абонемент қанша тұрады? Бізде қазір енді 18 мың деп қойдық. 18 мың, это офлайн тренировка ма или онлайн? Офлайн да, онлайн да. Бірдей ма? Бір бара. Қанша жастан аласыңдар? Барлық жастан ала береміз. Кішкентайлардың группалары бөлек. Кішкентай қанша? 6 тренер бар. 15 жастан бастап. Бізде ол жерде 8-7 жастан бар балалар. Енді 6 тренер барлығы үлгереді. Ол жерде 6 тренер бар. Барлығы ақылдасып, жаңағы ортаға жиналыс ашып қойылған сол ат қой, Қазақ Run Team деген сол 6 жаттықтырушының да несі үлесі. Енді әр клуб өзінің бар екендігін негізі жарыстарда көрсетіп отырады ғой. Иә. Сендерде осы клубта қандай мақсаттарың бар осы жаңа маусымға? Алдымен енді біз енді құрылғаннан кейін мына бірінші алда келе жатқан жарыс апрель айында ғой. Зимний забегқа келіп бір есімдерін шығарып кетуге біз сразу үлкен жарыстан бастайық деп отырмыз. Бұйырса Алматы марафонынан бірінші. Екіден көрек деп 4 адамдық. 4 адам. Содан басайық деп тұрмыз. Бұйырса Алматы марафонда енді көрсетеміз деп тұрған. Бұйырса. Енді бізде профессионал атлеттер ғана емес, ол жерде любительдер де бар. Енді екіден де бұйырса. Екіденға профиктар шығасыңдар ма, әлде любительдермен бірге қатарласып шығасыңдар ма? Легионерлар шықпай ма? Жоқ, бізде ондай жоқ. Біз сырттан біреуге ақша төлеп, ондай нетпейміз. Сырттан алдырмаймыз. Таза өзіміз жарсамыз. Жеңімпаздарды өздерің дайындап шығарасыңдар ғой? Өзіміз дайындап шығарамыз. Керемет. Бірақ жаңағы Екіденге сен өзің шығасың ба, бастап капитан команды болып дегендей? Әлі белгісіз. Қазір жаңағы 6 жаттықтырушы бар дедім ғой. Оны ақылдасамыз, отырып кім шығады. Негізі сендерде қазір мықты көрсеткіштегі қандай кімдер бар? Ақбаян тоже сол клубта? Иә. Клубта енді Ақбаян бар, Баубек бар, Еркелон Аташев бар, Айбол Омар бар, Аяна деген қыз бар. Сосын кім бар? Ұят болып қалды мұны атын. Есен? Есен де бар. Иә. Өңшің аттар жиналыпсыңдар ғой? Мықтыларды. Есен ол бір чемпион. Иә, бұйырса енді аттарын айта берсе көп, бұйырса сол араласып жоспар құрып шығамыз. Қанша команда шығарасыңдар? Қанша команда шығасыңдар? Енді басында енді бір состав деп отырық. Қалғандарын енді бөлеміз ғой дистанцияларға. Басында сол осы екіден көрсетіп, клубтың қандай екенін көрсетіп, өзіміздің брендтерімізді нетіп көрсетіп, қазақи нақышта тақиямен егерде ала беріп орын алып жатсақ, өзіміздің стилімізді көрсетіп дегендей мақсатымыз. Күтеміз.
бұрынандай шабармандар бар еді ғой, бүйтіп басына орамал байлап алатын ше, бүйтіп. Болмаса сондай мен. Кім сияқты ма? Ерболат сияқты ма? Әнші. Иә, сондай секілді. Аяққа мәсі киіп алып жүгіріп. Керемет. Мақсат сол, о жерде енді бөліну, ондай ұлтшылдық емес. Біздің енді дәстүріміздің, өзіміздің қазақи немізді көрсету, насихаттау, өзіміздің стилімізді, қазақтың осындай қазақ клубы бар екен деген мақсат. О жерде сразу айта кететін нәрсе ол енді ұлтшылдық емес, өзіміздің қазақтың несін көрсету. Дұрыс, өте дұрыс. Астанадағы болған жайтты айтып кетейік. Екеулерің ортаға отырып алыпсыңдар. Все, осы жерден бітті деп қоштасамыз. Мен басқа футболка кие бердім. Не болды сонымен? Жарайды, болғанын бәріміз білеміз ғой негізі. Содан кейін не болды ма? Недопонимание болып қалды ар жақта. Арты жақсы болды ғой әйтеуір. Енді одан кейін жалпы өздерің жақта қандай нелер болды там? Бір жазыңдар, аудиоға түсіріңдер, видеоға түсіріңдер. Негізі қалай болды? Жеңіп тұрып, жеңісті қандай сезімде болдың ба? Енді сразу жарыс біткеннен кейін видео шығару келді, басқа ештеңе келген жоқ. Ол жерде енді қарап тұрсаңыздар, енді үлкен еңбек қой енді. Жарты марафонда енді жүгіріп өту күннің ыстығында бізге сол өзіміздің орнымызды алу болды. Сол себепті видео түсірдік. Андай не болған жоқ ондай. Содан кейін сен Алматы марафон жарыстарына қатыстың ба? Сол сәттен кейін. Одан кейін қатыстым. Одан кейін қателеспесем 2 рет шықтым ғой. Бірақ Алматы марафон зимний забег, летний дегенде ондайларға шықпадым мен. Тек қана үлкендерге. Үлкендеріне қолмен неге шығып жүрдім. Майда шүйдемен мен мазаламаңдар деп. Ол кездерде не орындар алдың ба? Одан кейін шыққан кездерде? Одан кейін Қазақстан чемпионаты мен Алматы марафонын екеуі бірге жасады. Толық марафоннан. Сол кезде болды, қатыстық 42 шақырым осы жерде. Жақсы. Қазіргі сәтте Алматы марафон құрамымен, Салтанат Қазыбаевамен қандай қарым-қатынастарың? Жақсы. Ол бір қызық болды. Сол қызықты айтып берші. Жаңағы маған енді постоянно демеу беріп отырған ағамыз, жаңа Нұрахметов Бекен ағамыз дедім ғой. Сол кісінің қарындасы болып шықты ол кісі. Салтанат Қазыбаева. Бәр жерде таныс дейсің ғой. Сондай сосын айтты, Бекен ағамыз деген Салтанатпен сөйлестім. Бұрын араларында түсініспеушілік болыпты, сосын арты нормально болыпты деп сол айтты. Сосын жаңағы жарты марафонда өткен жылы көктемде болды ғой. Сол жарыста. Сосын кездесіп, сосын награжден болайын деп отыр. Сол кезде Салтанат Қазыбаева келіп қалды. Сосын сен бізге жақын болып шығыпсың ғой, сен туысқан екенсің ғой деп сол күлді. Сонымен жақсы болып кетті. Туысқандар группасына кіріп кеткен жоқсың ғой? Ромия деген. Енді қазақта барлығы қазақ әйтеуір жақын болып шықса туысқан деп айта береміз ғой. Сонымен әйтеуір алыс емес, жақын адам болып шықты ғой. Жаңағы ағамыздың қарындасы болып шықты ғой. Енді тамыры деп айтайын ба, сол біз жақ сол Сарқан жақтікі болып шықты ғой. Аталары деп айтты ғой деймін, қателеспесем, сол өзіміздің Сарқан жақтікі болып шықты ғой. Қызық екен. Сондай қызықтар болды. Вообще осы жүгіріп жүрген кезінде вообще қандай қызықтар болды сенде? Жарыста ма? Жарыста, тренировкада? Енді жарыста бәрі болды, неде төбелесте болды. Бәрі болды. Алматыда болды. Жаңағы 5-ші молодежный игры жастар ойыны болды.
өзім Қазақстан чемпионы сияқты болды, барлық Қазақстаннан келді. Сол кезде 5 километрде сол екінші келе жатқам. Сон Левченков Вадим деген бала болды 99 жылғы. Соның артынан келе жатқам. Сол ойлап келе жатырмын мен, ұйықтап келе жатырмын да. 700 метр қалды. Қазір 100 метр 600-де шығамын уже. Финиш жасаймын деп келе жатырмын. Сон 700 метр қалған кезде аяғымды 2 рет таптап кетемін. Шповкимен кәдімгі өкшесін таптап кетем. Бір рет құлаймын ол? Жоқ, құламады. Бір рет таптап кетем. Сосын сразу есім жиып алдым. Мен жарыста негізі өзім ұйықтаймын да. Енді ұйықтау дегені көз жұму емес. Ештеңе мән бермеймін. Трансқа кіріп кетесің ғой бүйтіп. Иә. Түк ойламаймын да. Соны екінші рет таптап кеткен кезде анау енді любой адам ашуланады, есің дұрыс па дейді ғой. Соны алады да ұрады ғой мені. Иә, жүгіріп келе жатыр. Бұрылады кәдімгідей, бұрылады. Байсер бар сияқты алады печенен тығып алады ғой. И болды ғой, анадан кейін қалай жүгіресің? Құлағансың ғой. Дем жетпей қалып. Кейін судьяларға айтпадыңдар ма оны? Судья оны шығарып тастады жарыстан сразу. Сонымен арты біткен жоқ. Сразу тұр келіп төбелесіп. Болды ма? Дорожкада ма төбелесіп? Иә, дорожкада төбелесіп. Видеосы жоқ па? Сондай қызықтар болады. Содан кейін Артем Косинов таныстар ғой. Сергей Тулапин. Сол көрген кезде олар енді бір жылға дейін ұмытылмайды ғой ол әңгіме. Айтып жүрді. Боецтер қалайсыңдар деген. Қалайсыңдар деп нетіп жүрді. Айтып жүрді кейінге дейін. Енді спортшы болғаннан кейін ешкімге ондай жаманшылық тілемеймін. Сразу Қырғызстанда оқу жаттығу жиында нетіп кездесіп неттік. Қол алыстық жігітше. Ондай болады. Ешкім әдейі істемеді ғой деп. Жалпы мынау жеңіл атлетика любительдердің арасында өте жақсы дамып жатыр да, бірақ профессионалды тұрғыдан алып қарағанда кішкене құрдымға кетіп жатқан сияқты да. Соның қалай алдын алуға болады деп ойлайсың өзің? Енді оны мен енді өз ойымнан шығарғаным емес. Енді үлкен ағаларымыз, басшы таныстарымыз, ағаларымыз бар. Спорт жағынан хабары бар ағаларымыз. Сол кісілер айтады. Жаңа жеңіл атлетиканы енді қатты біледі да. Сол айтады да. Бізге легионерлер алып керек емес дейді да. Бізден наоборот қараңдаршы, қазір Жапония дейді да. Япония қалай дамып жатыр. Бізде Япониядан маман алу керек дейді да. Жаттықтырушы алу керек. Одан кейін о жақтан мықты жаңағы фармакологияны білетін жақсы врачтар, жаңағы мамандар алу керек. Одан кейін спортшыларға жаңағы жағдайын кішкене жасау керек дейді да. Сонда ғана бізге керек емес дейді да. Жаңа Кениядан, Европадан алдырып, жаңа спортшылар алдырып, тренерлар алдырып керек емес дейді. Наоборот, мықты жаттықтырушы сатып алса, мықты жаңа дәрігер, фармаколог сатып алса болды дейді да. Қазақтар нетеді, Қазақстан көтеріледі дейді да. Енді бір жағынан рас. Одан кейін айтқаны кішкене Жапон халқы өте әділ келеді да. Әділ халық та, шыншыл халық, таза халық та. Сол себепті бізге басқалардан қарағанда солар сенімдірек. Соларда маман неге алмасқа дейді да. Бізге зачем дейді да. Сырттан жаңа қара нәсілдерді алдырып керек емес нәрсе ғой дейді да. Вот сонда ғана Қазақстан көтеріледі, марафоншылар көтеріледі дейді. Негізі ойлап қарасам айтып отқан сөзі дұрыс. Енді жапондардың марафоншыларын көріп отырсыздар ғой, қалай жүгіріп жатыр. Содан ақ көре салуға болады да. Мамандар оқыған жақсы, мықты дамып жатқан. Содан ақ біліп, ойлап қарасам дұрыс айтқан. Ол жақтан ойламаппын. Қызық көзі қарасы екен негізі. Бірақ то есть Японияда осы екіден жарысы өте дамыған ғой негізі. И видеоларды қарап отырсақ, жапондықтар
ол дұрыс уақытында көрсете алмай ана жерде құлап жылап эмоцияға беріліп дегенде негізі самоотдачасы мощный ғой негізі жапондықтардың 110%-қа береді. сол жағынан не керемет спортшылар точно. Жаңа Қазақстан ғой, бұйырса болатын шығар деп қояды дейді әлгі жерде. Сен диптоп. Негізі осы жылға қандай жоспарлар бар, қандай марафондарға дайындалып жатсың? Осы жылға енді сырттағы жарыстар ма? Сырттағы жарыс бұйырса марафон, дұрыстап мына аяқты толығымен 100% емдеп алғаннан кейін Санкт-Петербургқа дайындау керек. Белый ночьға осы Қазақстаннан көп адам барады ғой деймін. Біраз делегация барады. Сендер барсаңдар дұрыс болады. Енді біз бір спонсор тауып бүйтсе, ана бір демеушіні айтып қойса, мына жерде 3 бала бар екен, жел аяқтан. Жаңа салтанаттың аппаратаны бар. Бірге барып сендерді видеоға түсіріп дегендей. Шынымен бізде де сондай ой болған, сендермен бірге қатарласып, жағаласып барып деген секілді. Барып документальный фильм түсірсек дегеніміз ғой. Иә. Ол жақта сен бар, тағы да кім барайын деп отыр ғой? Баубек барайын деп отыр ғой, негізі көп. Иә. Спортшылар көп. Сол жаққа барып бір керемет бір документальный фильм жасап, бізге бір жақсы спонсор керек. Құрметті көрермен, араларыңызда сондай бір вдруг деген ғой, мүмкін бәлкім сондай бір спонсор тауып қалатын болса, бізге жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біз әрдайым дайын тұрамыз, қайда ұшып кетсек те, қайда барсақ та әрдайым камерамыз қолымызда. Иә, бәріміз дайын жүреміз, тек қана спонсор табылса болды. Спонсор демекші, осы подкастың спонсорын айта кетейін. Әдемілеп айтыңыз. Өздерін айтыңыз. Бүгінгі подкасттың спонсор болып жатқан жалпы тек қана бүгінгі емес, осы келесі осы екінші маусымның спонсор болып жатқан Копа дүкеніне алғыс білдіреміз. Копа дүкенінде қазір Нортак қалай айтылады? Нортак киімдеріне 50% жеңілдік болып жатыр. Сол себепті киімдерін осындай керемет жеңілдікпен алып үлгеріңіздер. Және де 14 ақпанға тағы да 14%-дық скидка болып жатыр, жеңілдік. Үлгеріп қалыңыздар, барлығы оригинал, барлығы да жоғары сападағы киімдермен, аяқ киімдер. Обрадуйте свою вторую половинку. Дешевым подарком десе тағы да. Негізі осы Данияр өзінің қарсылдасын самый главный менің конкурентім деп кімді санайсың осы Қазақстан жігіттерінің ішінде осы марафонда? Енді ұзақ қашықтық деп айтайын, өйткені марафонға барлығы шығып жатқан жоқ қой. Енді жартылай марафон. Иә. Енді қарсылас шыққан енді профессионал спортшының барлығын қарсылас деп санаймын. Барлығын оңай деуге келмейді. Барлығын енді мықты спортшы ретінде әркімнің өзінің жеке тактикасы бар, біреуінің скорысы мықты болса, соған сақтанасын деген сияқты. Барлығын мықты деп санаймын. Енді басып айтып берсем, мен Ислам Аманғос, Рақымжан Келманов, Гусаров, Алексей Гусаров. Көп айта берсек, Жаңабек Есенбол. Қабит Фануар дейтін жігіт бар тағы да. Жартылай марафонда ақырындап келе жатқан. Жанар Санов, Ержан. Енді барлығын ол нетуге болмайды, менсінбеушілік дейді ғой. Болмайды ондай. Барлығын жақсы қарсылас деп санау керек та. Шыққан кезде ондай мен оны железно ұтам, оны артпен ұтам деген ондай болмайды да. Барлығын мықты санау керек. Қарсылас ретінде. Дұрыс, иә. Дұрыс подход негізі. Сонымен сағат қанша уақыт болды біздің жазып жатқанымызға? Біраз уақыт болып қалды. 1,5 сағат. Иә. Данияр келіп бізге қонақ болып өзінің ойымен бөлісіп жатқаныңа, жалпы жеңіл атлетикалық өміріңдегі тарихымен бөлісіп жатқаныңа саған үлкен алғыс, үлкен рахмет. Сеп Босынов ағамызға да дұғай сәлем айтып бар. Ол кісіні де қатты сыйлаймыз. Мықты маман. Сол келесі жеңістен кейін
тағы да осындай бір керемет бір подкастта жүздесетін болайық. Даусым кетіп қалған мен. Аяғың тезірек жазылып, белой ночида жақсы бір көрсеткішке жетуіңе тілектеспіз, мастерға жетуіңе тілектеспіз. Международник, иә. Сол, біз де сенің артынан барып, сол документальный фильм түсіріп, біз де соны документировать етіп түсіріп қайтайық, бұйырса. Иә. Сен бірдеңе айтатын бар ма көрермендерге? Жалпы желаяқты көрермен, Қазақстанда қазір жүгірушілердің барлығы мықты таниды. Сіздерге енді бұдан да биік жерлерді бағындыра беріңіздер. Халық енді ешкім жаман айтпайды сіздер туралы. Барлығы қызығып, андай видеоларыңызды үзбей көреді. Ары қарай дами беріңіздер, өсе беріңіздер. Барлығы жақсы көреді ғой. Марафоншылардың барлығы. Жылы лебіздеріне рахмет. Негізі барлық нәрсе сразу бірден дамып кетпейді ғой. Ақырын келе жатсыздар, жаман емес. Бірақ енді 5 жылда биік анандай уровеньнен көреміз деп ойлаймыз. Желаяқ жалпы барлығы қолдайды. Жақсы келе жатыр. Рахмет. Халықтың қошеметіне бөлініп жатсақ, ол біздің ең высшая награда дейді ғой орысша. Сол үлкен рахмет. Бүгінгі подкастты осымен тәмам аяқтаймыз. Бәріне рахмет. Всем пока. Данияр, Болды ма? рахмет. Керемет шықты подкаст.